Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода география пәнінен 3-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген мәтінді оқып шығыңыз, төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыз. Бұл табиғат зонасы республика аумағының 44%-ын алады. Жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 200 мм, жазы ыстық, қапырық, қысы суық, аяз 40 градусқа дейін жетеді. Жүзген, құм қарағайы, теріскен, ақ және қара сексеуіл өседі. Бұл қандай табиғат зонасы туралы айтылған? Табиғат зонасының атауын табыңыз. Бұл шөлейт зонасы. Табиғат зонасындағы бір табиғи кешенді анықтаңыз. Балқаш көлі, сол табиғи кешенінің ерекшелігін жазыңыз. Суының тұщы әрі тұзды болуы, бай тіршілік. Екінші тапсырма: төмендегі кестені толықтырыңыз және кескін картаға халықтардың таралу аймақтарын сызыңыз. Бізге орыс ұлты, діні христиан, Қазақстанның солтүстік, батыс, шығысында көп қоныстанған. Корей ұлты, діні буддизм, Алматы облысында көп қоныстанған. Өзбек ұлты, діні ислам, Түркістан облысында көп қоныстанған. Түркістан облысындағы өзбектерді картада көрсетіп бердім. Алматы облысындағы корейлерді тоже картада көрсетілген. Алматы облысы мен Түркістан облысы. Келесі 3-ші тапсырма: халық миграциясы сальдосын есептеңіз. Миграция сальдосы 2016 жылдың қаңтар-сәуірінде минус 3521, қаңтар-сәуірінде 2013 жылдың минус 1839. Келесі 4-ші тапсырма: кестеде Қазақстандағы ішкі қоныс аударудың бағыттары көрсетілген. Осы кестедегі бағыттарды ескере отырып, мысал ретінде негізгі 3 орталықты анықтаңыз. Алматы, Астана, Ерейментау, Қарағанды, Семей, Астана. Кескін картаға Қазақстанның бір миллионер қаласын, бір ірі қаласын, бір орта қаласын, бір кіші қаласын көрсетіңіз. Сіздерге картаға Қазақстанның миллионер қаласы Алматы қаласын көрсеттім. Ірі қаласы Қарағандыны, орта қаласы Көкшетауды, кіші қаласы Балқашты көрсеттім. 5-ші тапсырма: берілген таулардағы биіктік белдеулерін салыстырыңыз. Биіктік белдеулерінің санын анықтаңыз. 7. Тау етегіндегі табиғат зонасын атаңыз. Шөлді. Биіктік белдеулеріндегі ұқсастықтарды жазыңыз. Шөлді, шөлейтті далалы зоналар. Биіктік белдеулеріндегі айырмашылықтарын анықтаңыз. Орманды белдеуден соң айырмашылық кездеседі. 6-ші тапсырма: берілген картаны мұқият қараңыз. Таңдауыңыз бойынша бір қорықты төмендегі жоспар негізінде талдаңыз. Бізге қорық берілген. Мен сол қорықтың үстірт қорығын таңдадым. Қорықтың атауы, құрылған жылы: үстірт қорығы 1984 жылы құрылды. Орналасқан аймағы Маңғыстау облысы, Қарақия ауданында орналасқан. Қорғалатын жануарлар мен өсімдіктер. Қазіргі уақытта қорық аумағында өсімдіктің 336 түрі, сүтқоректілердің 29 түрі, бауыры мен жорғалаушылардың 15 түрі, құстардың 166 түрі, қосмекенділердің 1 түрі кездеседі. Соның ішінде қызыл кітапқа енгендер: өсімдіктерден бор реңі, хиуа сораңы, майда қатыран, берік сүттіген, құстардан бүркіт, жұртшы, ителгі, үкі, жорға дуадақ, лашын, қарабауыр, бұлдырақ, дала қыраны, қоқиқұс және тағы да басқалары. Бауыр мен жорғалаушылардан 4 жолақты қара шұбар жылан, сүтқоректілерден арқар, қарақұйрық, қарақал, сабаншы, шұбар күзен және тағы басқалары. Д тапсырмасы: құрылу мақсаты мен маңыздылығы. Шөл зонасының табиғат кешенін табиғи түрде сақтап қалу. Қорық республикалық маңызы бар табиғат қорғау және ғылыми мекеме мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ең жоғарғы санатына жатады. Ұйымдастырылу мақсаты: қорық аумағындағы табиғи процестер мен құбылыстардың табиғи барысын, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі объектілерін, өсімдіктер мен жануарлардың жекелеген түрлері мен қауымдастықтарын, әдеттегі және бірегей экологиялық жүйелерді сақтау мен зерделеу және оларды қалпына келтіру болып табылады. Келесі 7-ші тапсырма: сурет бойынша талдау жасаңыз.
А тапсырмасы табиғатта өсімдіктердің азаюына әсер ететін адамның әрекеттерін атаңыз. Орман ағаштарын кесу. Б тапсырмасы табиғаттағы жануарлардың азаюына әсер ететін адамның әрекеттерін атаңыз. Браконьерлік әрекет. Адам үшін өсімдік пен жануардың бір маңызын жазыңыз. Таза ауа мен адам қажеттігіне керек заттар. Биологиялық ресурстарды қорғаудың жолын қарастырыңыз. Браконьерлерге заңды күшейту, жойылып бара жатқан түрлерді қорғауға алу. Келесі 8-ші тапсырма. Өз аймақтарыңыздағы табиғи ресурстың бір түрін алып, төмендегі жоспар негізінде талдаңыз. А тапсырмасы. Табиғат ресурсының жергілікті жер үшін маңыздылығына бір дәлел келтіріңіз. Мұнай әлемдік экономика үшін нөмірі 1 отын болып қалады. Қазіргі таңда мұнай өміріміздің және еліміздің экономикасының маңызды бөлігіне айналды. Б тапсырмасы. Табиғи ресурстың жергілікті жердің экономикасын дамытудағы үлесіне бір дәлел келтіріңіз. Мұнай еліміздің экономикалық дамуында маңызды рөл атқарады. Мұнай ел бюджетіне түсетін салықтың едәуір бөлігін құрайды. Пайдалану кезінде қоршаған ортаға әсерін бір мысалмен жазыңыз. Қоршаған орта ластанып, өсімдіктер мен жануарларға зияны тигізеді және мұнай қалдықтары атмосфераға, суға, топыраққа шығады. Д. Өндіру кезіндегі әсеріне экологиялық баға беріңіз. Мұнай өндіру және тасымалдау кезінде Каспий теңізі мұнаймен ластанды. Экономикалық маңызы мен экологиялық әсерін салыстырып қорытынды жазыңыз. Мұнайдың пайдалы жағы да, зиян жағы да бар. Мұнай елімізде экономикалық тұрғыда өте маңызды, бірақ та мұнай экологиялық тұрғыда орны толмас үлкен зиян тигізеді. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.